Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз тізе буынының ауруы, яғни артроз жайлы болады. Жалпы өмір ол қимыл қозғалыстардан тұрады. Ал егер сіздің қимыл қозғалысыңыз нашар болатын болса, онда өмір сүрудің де мәні кете бастайды. Сол себепті бұндай жағдай болмас үшін дәрігерге уақытылы қаралып, ем тағайындап өзіңізге емделгеніңіз абзал. Жалпы бүгінгі тақырыпта осы тізе буынының ауруы артроз жайлы, қандай кезде пайда болады және де қалай емдеу керек туралы айтып өтетін боламын. Дәл осы видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін. Себебі видеоның соңында қалай үй жағдайында тізе буынындағы ауырсынуды азайту керек және де қалай емдеу керек туралы қарапайым тәсілмен бөлісетін боламын. Ал мен бастаймын. Жалпы қандай кездерде тізе буыны ауырады деп сұрақ қойсаңыз, көп жағдайда ступенькамен ұзақ уақыт жүрген кезде, және де аяққа тұрып ұзақ уақыт физический нагрузка жасаған кезде, егде жастағы адамдарда және де артық салмағы бар кісілерде тізе буынының ауырсынуы мазалайтын болады. Жалпы ең бірінші біз қайтеміз, тізе буыны ауырып бастады, оған қатты мән бермейміз, үйде май жағамыз, қойдың майын жағып аламыз, жүре береміз, уақытылы қаралмаймыз. Ал егер поликлиникаға барған жағдайдың өзінде кейбір дәрігерлер тек қана обезболивающий препарат тағайындайды. Сол обезболивающий вроде салдырасыз, вроде жазылған сияқты болып көрінесіз. Бірақ олай негізі дұрыс емес. Алдын ала уақытылы барлығын зерттеп, сосын нақты лечение тағайындаған абзал болып табылады. Ең бірінші сіз поликлиникаға барасыз, барған кезде рентген тағайындау қажет. Рентген сатысына қарайды. Енді ол жерде 3-4 сатысын көрсетіп тұрса рентген, значит МРТ тағайындауымыз қажет. Ал МРТ арқылы толық нақты диагноз қоюымызға болады осы тізеге байланысты. Жалпы бұл артроздың негізгі 4 сатысын ажыратамыз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Алғашқы осы бірінші, екінші сатыларында оны дәрілік препараттармен, әртүрлі физиотерапиямен емдеуімізге болады. Ал уже үштен төртінші сатыға ауысып баратқан жағдайда, төртінші сатысында оны тек қана оперативті ем ғана тағайындалады. Бұл оперативті емде қайтеді десеңіздер, ол тізе буынын толығымен кесіп алып тастап, ол жерге металлический титаннан жасалған буынды салып береді. Себебі ол буын вообще жарамайды. Тек қана ол жерде воспаление бар. Жалпы ол буын туралы айтатын болсақ, жалпы буын екі сүйектен тұрады. Ортасында шел болады осы, суставной шел. Ол суставной шелдің ішінде, яғни толған синовиальды жидкость болады. Бұл как смазка ретінде атқарады. Яғни буынымыздың қимыл қозғалысы жеңіл болу үшін, шеміршектер бір-біріне тимеу үшін осындай қызмет атқарады. Мысалы үшін қарапайым есік дейік. Есіктің петлясы, яғни құрғаған, ескірген болатын болса, оны есіктің ашылып, жабуы да қиқылдап, шиқылдап, темірлер бір-біріне қажалып, бір-бірін зақымдайтын болады. Ал егер оған біз май құятын болса, онда қиқылдаған, шиқылдаған дауыстары кетіп, яғни есіктің ашылып, жабылуы жеңіл болады. Тізе буынымызда дәл сол сияқты. Ал енді құрметті тыңдармандар, мен сіздерге қалай қарапайым үй жағдайында тізе буынында патологиялық өзгерістер бар ма, жоқ па, соны анықтауға болатын тәсілмен бөлісетін боламын. Ол үшін не істеуіміз қажет? Ол үшін тұрамыз, тізе буынымызды тұрған бойда бүгіп до конца, аяқ қолымызбен осылай ұстап тұрамыз. Яғни осылай ұстаған жағдайда тізе буыныңызда ауырсыну болып, немесе күшейіп, или дискомфорт болатын болса, онда сіздің тізе буыныңызда артроздың алғашқы сатылары немесе артрит сияқты қабынулық аурулар бар болуы мүмкін деген сөз. Яғни бұл арқылы сіз 100% диагноз қоя алмайсыз. Тек қана 100% диагноз ол инструменталды зерттеу арқылы ғана қойылады. Яғни рентген, КТ, МРТ сияқты. Сол себепте құрметті тыңдармандар, үй жағдайында осылай тәсілді пайдаланып, менде артрит немесе артроз жоқ екен деп үйде жата беру ол дұрыс емес. Тек қана сіз инструменталды зерттеу арқылы ғана нақты көз жеткізе аласыз. Ал енді еміне келетін болсақ, ең бірінші артық салмағы бар адамдар үшін салмағынан айырылуымыз қажет. Себебі артық салмақ тізе буынынан нагрузка болады. Соның салдарынан осы суставной шел бір-біріне жақындап, соның салдарынан екі хрящ бір-біріне қажалып, сол жерде артроздың алғашқы сатылары анықталатын болады. Бұл біздің практикамызда да көп кездеседі. Бізге де тоже пациенттер келеді, артық салмағымен тізе буыны ауырып. Рекомендация береміз, что
салмақтан айырылу керек туралы. Енді толық барлық пациент ол рекомендацияны орындамайды, себебі арықтауда негізі оңай емес. Арықтаған жағдайда тізе буынының ауырғаны кеткені туралы айтқан пациенттер де аз емес. Сосын екінші ол, яғни майтабаны бар пациенттер. Егер сізде майтабандылық болатын болса, онда тізе буынға нагрузка барлығына бірдей равномерно түспейді. Соның салдарынан тізе буыны ауырып бастайтын болады. Келесі физиотерапия. Яғни осы физиотерапия арқылы тізе буындағы қабынудың алдын алып, және ол жерде отқан отекті снимать етуімізге болады. Өте жақсы, негізі эффективті лечениенің бір түрі. Сонымен қоса магнитотерапия. Бұл магнитотерапияда өзінің орны ерекше, тоже емдік қасиеті бар тәсілдердің бірі. Бұл кезде тоже қабынуға қарсы ретінде осы шеміршектің қайтадан восстановлениесіне көмектеседі. Ал егер шеміршектер восстановлениесі жақсы болатын болса, ол жерде синовиальды жидкостьтер өндірілуі жақсарады. Соның салдарынан сізде тізе буын ауырғанында кете бастайды. Келесі бір түрі, яғни осы буынның ішіне гиалурон қышқылын енгізу арқылы. Яғни осы синовиальды жидкость азайып кеткен адамдарға осы гиалурон қышқылын енгізіп, соның орнын толықтыруымызға тоже болады. Бұл да бір ауырсынуды басудың жақсы бір түрлерінің бірі. Келесі бір түрі ол мануальный терапевт. Яғни мануальный терапевтке бару арқылы сіз осы буындарыңызға массаж жасату арқылы, және де майда буындарыңызға массаж жасату арқылы, осы массаждың салдарынан нагрузка барлық буынға бірдей түсетіндей жағдай жасауымыз қажет. Себебі кейбір жағдайларда бір буынға нагрузка көп түсіп, екіншісіне аз түскен жағдайларда, сол нагрузка көп түскен буындарда көбінесе осындай артроздық патологиялық жағдайлар қалыптаса бастайтын болады. Ал енді сіздермен үй жағдайында қалай ауырсынуды басу керек туралы тәсілмен бөлісейін. Ең бірінші бізге не керек? Димексид деген препарат қажет. Ол 100 мл флаконда тұрады. Содан біз 10 мл аламыз. Бұл негізі қабынуға қарсы өте мықты препарат. 10 мл алдық димексидтің, оған су араластырамыз. Яғни олардың ара қатынасы 1:3 болу керек. 10 мл димексид алсаңыз, онда сіз 30 мл су аласыз. Оған қосамыз, новокаинді қосамыз, как обезболивающий препарат ретінде. Оған 5 мл новокаин қосамыз. Сосын дексаметазон деген препарат тоже қосуымыз қажет. Бұл кортикостероидный препарат, бұл қабынуға қарсы, және де сол жерде болып жатқан отекті снимать етеді, больді снимать ету үшін де өте жақсы препараттардың бір түрі. Яғни осы препараттардың, осы жидкостьтің барлығын бір-бірімен араластырамыз. Араластырып бинтке малып, тіземізге, яғни қоямыз. Оның сыртынан тағамның бетін жабу үшін қолданатын стрич, яғни соны қолданып, егер ол жоқ болса, салафанда болады. Салафанмен орап, оның сыртынан жылы орамалмен орап, яғни 30 минутқа дейін тіземізде ұстауымыз қажет. Күніне бір рет кешке қарай жатар кезде жасасаңыз жеткілікті. Алғашқы бірінші, екінші компрессті сеанстан алғаннан кейін ақ сіздерде эффекті көре бастайтын боласыз. Яғни больдің азайғанын, сонымен қоса кейбір жағдайлар жоғалып кеткенін ауырсынудың, және ол жерде тізе буындағы ісіктің азайғанын байқайтын боласыз. Ал құрметті достар, осымен бүгінгі видеом соңына келіп жетті. Сіздермен болған дәрігер Алмат. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға, таныстарыңызға таратып отырыңыздар.